Неге ақылды адамдар ешқашан ренжімейді? Кейде санамызда өршіп бара жатқан ренішті жоқ қылуға бір дәрі сатып алып іше салғың келеді. Бір нәрсе дұрыс жүрмей қалды, бүкіл дүние саған қарсы тұрғандай боп кетеді. Күліп тұрған әлем ақ пен қара түске боялғандай. Осының бәрі тезірек бітсе екен дейсің. Алайда уақыт сен қалағандай жылдам жүре салмайды. Жарқын келешекке бір аттап өте салмайсың. Реніш деген сезім қатты байлап ұстайды. Аяққа тұсау салғандай. Кеуде кере дем ала алмай қаласың. Көзіңді сұр бұлт жапқандай. Не керек? Өте сұрықсыз сезім. Реніштен құтылуға болады. Ол үшін оның неден туындағанын саралап шығу керек. Сонда керемет өмір сүресің. Күн сайын мұқият жұмыс жасаған абзал. Бұл өте пайдалы нәрсе. Реніш қайдан туады? Ет жақындарыңның әрекеті сенің күткеніңдей болмаса, реніш туады. Оларды бекер күту деп атайды. Сүйген жігітіңіз оның көмегі қашан керегін өзі біліп, қол ұшын созады деп күтесіз. Сізге дауыстап көмекке шақырудың қажеті жоқ деп ойлайсыз. Балаңыздың әкесі балабақшада, мектепте таң ертеңгілік болатынын өзі де білер деп күтесіз. Ол ұмытып кетсе, ренжисіз. Ата-анаңыз көмектесер деп күтесіз, бірақ олар өз балаңды өзің өсір дейді. Сіз құрбыңыз түсінер деп күтесіз, ал ол өзінен артылмайды. Сізге уақыты жоқ боп шығады. Мұндай мысалдарды топтап келтіруге болар еді. Әрбірінде ақталмаған үміт бар. Ақырында көңіл қалады. Үмітіңіз қаншалықты зор болса, ренішіңіз де соғұрлым ұзақ болады. Күту деген қайдан шығады? Көп ренжитін адамдар елдің бәрі оларға берешек деп ойлайды. Күйеу кофені төсекке әкеліп, алақанына сап аялауы тиіс дейді. Балалар ата-анасын тыңдап, жақсы оқуға міндетті. Достар қиындық кезінде көмектесу керек деп, ата-анасы баласын жақсы көріп, ылғи қолдап отыруы тиіс дейді. Осы жағдай таныс па? Жағдай ол күткендей болмаса, ол қатты ренжиді. Көңілі қалады. Көңілі қалу өзінің болмысынан тыс іздеген себептері. Іздейді де табады. Өзіне өзі жамандық жасап жатқанын сезбейді де. Тағы да бір қайталайын. Ренжейін деп өзіңізге өзіңіз жамандық жасағаныңыз. Өзіңізге бермеген жақсылықты өзгеден күту ақымақтық. Өз-өзіңізге бермей қалдыңыз.